Келесі 1329 есебіміз. Баланың жасының өсуіне байланысты оның бойының өсу графигі берілген. Яғни бойының ұзындығы және астындағысы баланың жасы екен. Енді график бойынша сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Бірінші сұрағы D деген нүктеміз 3 пен 85-дің қиылысқан жері. Яғни 3 және 85. Енді D нүктесінің координатасының әрқайсының мағынасы қандай дейді. Сонда баланың жасы 3 жаста болғанда оның бойы 85 сантиметрге тең болады екен. Келесі екінші сұрағына жауап берейік. Баланың бойы 70 сантиметр болғанда ол неше жаста болады? Яғни бойды қараймыз, 70 жас, оның қиылысқан жері бізде 1-ге сәйкес келіп тұр. Сонда баланың жасы 1-де болады екен. 1 жаста оның бойы 70 сантиметр болады. Келесі 1330 есебіміз. Суретте балалар көйлегін тігуге жұмсалған мата ұзындығы, көйлек саны n тәуелділік графигі берілген. Графиктерді анықтанды. Барлығы неше балаға көйлек тігілді? Бұл бізде n деп отырғанымыз көйлек тігілген саны, яғни ең максимальный 5-ке тең. Онда бізде 5 көйлек тігілген екен. Енді екінші сұрақта көйлек тігуге неше метр мата жұмсалды дейді. Яғни мата бойынша, яғни ең максимальный 8. Онда 8 метр мата жұмсаған екен. Үшінші сұраққа жауап берейік. Бір көйлек неше метр матадан тігіледі дейді. Бір көйлекпен матаның қиылысқан жерін алайық. Яғни бір жерлер қиылысқан. Ол деп отқан 1,5. Сонда 1,5 метр мата жұмсайды екен. Келесі 1331 есебіміз. Ыдыстағы қыздырылған судың температурасы оның қыздыру уақытына тәуелділік кестемен берілген. Енді осы кестені графигін сызайық. Яғни 0 минутта 18 градустан басталады. Дәл солай 3 минутқа келгенде 75 градусқа келеді. Сәйкестендіріп графигін сызып аламыз. Енді бірінші сұраққа жауап берейік. Алғашқы 3 минутта судың температурасы неше градусқа тең болды? Яғни 3 минутта 75 градусқа тең болды. Жазамыз, 75 градусқа тең болған екен. Ал екінші сұрақтың жауабы неше минут қызған соң судың температурасы 100 градус болды. Ол бізде 8 минут қызғаннан кейін судың температурасы 100 градус болған екен. Келесі 1332 есеп шығарайық. Кескінделген графикте атмосфералық қысымның анықталатын жердің әлем мұхитының деңгейінің биіктігі тәуелдік графигі берілген дейді. Енді графикті пайдаланып анықтаңдар дейді. Бірінші сұрақта хан тәңірінің шыңының биіктігі 6995 метр, жуықтап алғанда 7 метр дейді. Хан тәңірінің шыңының ең жоғарғы нүктесіндегі атмосфералық қысым неше миллиметр сынап бағасын көрсетеді. Бірінші бізде 7000 метрмен берілген, оны біз километрге айналдырып алайық. Себебі графигіміз километрмен өрнектелген. Сонда 7000 метр ол бізде 7 километрге тең болады. Енді 7 километр болған кезде қанша сынап бағанасына сәйкес келді, соны анықтаймыз. Ол деп отқанымыз 300 миллиметр сынап бағасына сәйкес келеді екен. Бағанасы деймді. Келесі екіншісінде 5000 берілген, яғни 5000
метрді километрге айналдыратын болсақ 5 километр. Енді ол қанша сынақ бағасына сәйкес келеді, соны көрейік. 5 деп отқанымыз 400 миллиметр сынап бағанасына сәйкес келеді екен. Сәйкес болады екен. Келесі 1333 есеп шығарайық. Пропорциядағы x табыңыз. Біріншісі 2 бөлінген 3-тен x қосылған 1 бөлшектің бөлімінде 7,5. Пропорция арқылы шығарамыз, яғни 3 көбейтілген x қосылған 1 тен 2 көбейтілген 7,5. Шақшаның ішін ашайық. 3x қосылған 3 тен 2-ні 7,5-ке көбейтетін болсақ, 15-ке тен. 3x-тен 15-тен азайтамыз 3-ті. Оның нәтижесі 12-ке тен болады. Ал x-тің нәтижесі сонда бөліп жіберетін болсақ, 4-ке тен болады екен. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін шығарайық. 2 бөлінген 9 тен 7 4x қосылған 3,5. 2 көбейтілген 4x қосылған 3,5 тен 9 көбейтілген 7. Жақшаның ішін ашсақ, 8x көбейтетін болсақ, 7-ге тен көбейтінің нәтижесі тең болады бізде 63-ке. 8x тен 63-тен 7-ні азайтатын болсақ, 56-ға тен. X-тің нәтижесі тең болады 7-ге. Келесі үшіншісін шығарайық. 7x қосылған 3 бөлшектің бөлімінде 18 тен 3 бөлінген 4. Сонда 4-ті көбейтеміз. 7x қосылған 3 тен 18 көбейтілген 3. Жақшаның ішін ашсақ, 28x қосылған 12 тен көбейтінің нәтижесі 54-ке тен болады. Сонда 28x-тен азайтатын болсақ, 42-ке тен екен. Ал бөліп жіберетін болсақ, 1,5-ке тен болады.